Так, бізде енді мынандай формула бар ғой жаңағы синус емес, косинус қандай болады? Альфа плюс бета формуласы. Екі рет косинус келеді, иә? Косинус альфа, косинус бета. Потом ортада несі бар? Минусы бар. Бұл бір түрлі болып қалды. Минус синус альфа, синус бета. Потом осының несі бар бізде? Ол жерде бізде қосылады, иә? Косинус альфа, косинус бета қосылған синус альфа, синус бета. Бағанағыдай айнымалылар жасаймыз. Ол айнымалыларын бер жаққа жаза салайық. Бізде альфа плюс бета немене еді? X еді. Альфа минус бета деген немене еді? Y еді. Иә. Екеуін қосқан кезде, азайтқан кезде какой-то бір градус шығады ғой. Соның мәндері ғой. Осы жерден X-ім немене шығатын еді? Екеуінің қосынысын 2-ке бөлгенге. Y-ім азайтынысын 2-ке бөлгенге. Так, екеуінен не істейміз да екеуін? Бірінші қосып жіберейік. Қосып жібергендегі результат. Екеуі не істейді? Неме қысқарады? Мынау мен мынау қысқарып кетеді ғой, иә? Екеуін қосамыз онда. То есть, екеуін қоса салайықшы. Бер жағын қоса салайық. Косинус альфа плюс немене болады? Бета плюс косинус альфа минус бета. Екі еселенген косинус альфа, косинус бета. Ер жақтары қысқарады ғой, иә? Косинустан өзі шығады. Альфа плюс бета оны нені қоямыз? X-ті альфа минус бетаға Y-ті қоямыз болды арын орнына. Мынау менде X, мынау менде Y. Анарын білесіңдер. Так, косинус X қосылған косинус Y тең болады. Екі еселенген косинус альфаның орнына нені қоямын мен енді? Дұрыс жасадық қой? Ой, мына екеуін білдіріп саппын мен. Мынау. Анау ұсынашасыз. Анан ашаспайсыз. Жоқ, тоқтаса, не ер ғой? Мына жер білдіріп сағамыз ғой? X, Y бар. Мынау. Мынандай болып көреді олар қазір. Дөшіп жаза салайық, қайтадан. Мына жерді білдіріп. Так, бізге не қорыту керек еді? Альфаны қорыту керек еді, иә? X плюс Y бөлінген 2 болу керек еді мынау. Потом бета дегеніміз. Асе? X деп қайтадан X-ті тең деп жазып қойыппыз ғой. Альфаның орнына наны қоямыз, беттің орнына наны қоямыз. Болды. X плюс Y бөлінген 2 болды. Нерде? Косинустың несі? X минус Y бөлінген 2. Міне, дайын формула. Я, ең қызығы өз-өзімен емесі қайсысы болады? Осының минусында ғой. Егер мынаны азайтатын болсақ бір-бірімен ше. Азайтқан кезде еще вопрос алдына минус шығады бұл жерде. Минус синус альфа синус бета ғой. Азайтамыз тағы минус болады ғой. Минус пен минус немене болады? Минус болып кетеді ғой, минус екеселенген. Алдында минус таңбасы қалып кетеді бұл жерде. Формуланың ерекшелігі осы жерде ғана. Қазір формуланы не істейміз? Азайтатын болсақ, мына нәрсе шығады бізде. Минус косинустың несі? Y-ге тең болады. Минус болады да. Мыналар қысқарады ғой, иә? Қысқарады да минус бар, мынадан да минус бар. Таңба алдына минус екеселенген болады бізде. Бір заттан екі рет қой. Минус 1000 теңге, тағы минус 1000 теңге десе минус 2000 теңге болады. Тура сол секілді нәрсе. Синус немене? Синус болады да ішіндегілер мынандай. Бөлінген 2. Нерде синус немене? X минус Y бөлінген. Мінекей. Бүкіл формадан айырмашылығы не екен еді? Формадан қалған не бөле бар? Нерде? Қараңдар. Минус бар нерде. Қалғандарында плюс бар. Косинустың минусында не болады екен алдында? Минус болады екен. Плюсында дым болмайды. Мынаны не қылу керек қой? Плюсы болса, мына жерде не болады? Плюсы болады. Минусы болса, нер минусы болады дегендей. Сөйтіп жаттап алсаңдар да болады. Бірақ жаттау емес, қорытқанды білген дұрыс. Түсінікті?
Так, енді осылардың обычный формула кітаптарда осы нені береді. Косинустың қосындысын, косинустың азайтындысын, синустың қосындысын, синустың азайтындысын береді да, тангенс пен котангенс қалып кетеді ғой бізде. Қазір сол тангенс пен котангенстерді жазып бере салайық. Онда